Сәлеметсіздер ме оқушылар? 1870 жылдардың басында Вознецов императорлық өнер академиясында оқып жүргенде оған ертегі мен эпикалық сюжеттерді салу арман болатын. Алайда батырлар суретінің жасалу тарихы дәл сол кезден бастау алады. Болашақ суреттің алғашқы кішкентай нобайы сақталып, онда автор естелік жазба қалдырған. Бірінші нобайында батырлар 71 жыл деп аталады. Әрине, сол кезде Виктор бұл жұмыс 27 жылға созылып, шығармаларының ең танымалы болатынын білмеді. Академияны бітіріп, кәсіби суретші болғаннан кейін Виктор Вознецов кенеттен қарапайым суреттер мен портреттерді жазуды тоқтатып, орыс фольклорына толығымен еніп кетті. Және бұл барлық кейінгі шығармалардың негізгі идеясына айналды. Студенттік жылдары суретшінің ойынан келген кейіпкерлер мен сюжет шебердің ойынан шықпады. Болашақ суреттің мазмұны туралы ойлана отырып, Вознецов әдеби көздерге бет бұрды. Ол қандай да бір жолмен батырлар туралы айтылған барлық мәтіндерді оқып талдады. Ертегілер, эпостар, әулиелердің өмірі, осыны негізге ала отырып, ол алдағы уақытқа өзінің 3 алып бейнесіне деректер жинады. Вознецов ежелгі орыс әдебиетін зерттей келе ең сүйікті және танымал эпикалық кейіпкерлер Илья Муромец, Добрыня Никитич және Алеша Попович деген қорытындыға келді. Бұл кейіпкерлерді әншілер мен әдебиетшілер халықтың ең тамаша қасиеттерін, рухани сұлулығын, дене күшін бейнелеген. Шебердің суретінде бәрі ұсақ түйекке дейін ойластырылған. Жылқылардың түсі, табиғи фон, ауа райы, бірақ ең қызығы суретші өзінің ертегі кейіпкерлері үшін осындай шынайы тұлғаларды тапқаны. Алып жауынгерлер Илья Муромец, Добрыня Никитич және Алеша Попович аттан түсіп сурет галереясына келушілермен алып қолдарын созып амандасатындай көрінеді. Вознецов 1882 жылы досы суретші Чистяковқа жазған хатында былай дейді: «Үш батырды салудағы ойын осылай түсіндірді. Менің суретім Добрыня, Илья және Алеша Попович батырлар сапарында дала кезіп, жау жоқ па, ешкімді ренжітіп жүрген жоқ па?» Бұл сөйлемдегі соңғы сөздер негізгі ой болып табылады. Әлсіздерге қолдау көрсету бұл суреттің негізінде ең маңызды басты ой болып саналады. Кенептің көлемі ғана емес, сонымен бірге эпикалық атмосфераның өзі де әсерлі, онда орыс рухы мен Ресей иісі бар. Виктор Михайлович Вознецовтың батырлар суретіндегі 3 алып ат бейнесіне қарап, сіз еріксіз, ат жүгіреді, жер дірілдейді дегенді есіңізге түсіресіз. Композицияның ортасында үлкен қара атта отырған Илья Муромецті көреміз. Біздің алдымызда суретшінің өз қолымен мүсінделген батыр шаруаның бейнесі. Шынайы халықтың бейне суреттің орталық бейнесі болып табылады. Күшті, мықты, дене, тегіс шеңберлес сызықтармен жазылған. Илья көп нәрсені бастан кешіріп және көпті көрген қарт адам. Қолын маңдайына қойып, маңайына қарайды. Сырт келбеті байсалды және сенімді, оның беріктігі де, табандылығы да бар. Және жомарттық пен қарапайымдылық бұл кейіпкердің қарапайым отбасынан шыққанын, халықтың тумасы, сондықтан әсіресе халық оны өте сүйген. Илья дулығаны немесе басқаша айтқанда шышақты маңдайына тартты. Біріктірілген ұшқыр қастары көз қарасын байсалды және шоғырланған етеді. Бүркіт көзімен алысқа қарайды. Бір қолында найзасы мен қалқаны бар. Екінші қолының білегінде ауыр сойыл ілініп тұр. Бұл туралы Дамас сойыл 40 пұт деп айтылады. Бірақ бұл салмақтан Илья Муромецтің қолы иілмейді. Суреттегі 3 кейіпкердің көшбасшысы. Жылқысы өзіне сай, эпостарда оны қатал аң деп те атайды. Әбзел ретінде ауыр темір тізбек, тек онымен ғана тынымсыз атты тежей аласыз. Ильяның астындағы алып аты шабандозбен бірге бір тұтас, олардан олы күш, шыдамдылық, тектілікті сезіледі. Муромецтің сол жағында орыс эпостарының тағы бір аты аңызға айналған кейіпкері Добрыня Никитич. Оның асыл текті екенін оның әсем шынжырынан, қымбат етегінен, гауһар тастармен, лағыл тастармен жарқыраған
қызыл қалқанынан және әппақ ақ салтанатты аттың әдемі жұқа әбзелінен байқауға болады. Дастандарда ол кемел, байсалды, асыл тұлға ретінде бейнеленген. Ол жолдастарынан жасы үлкен болды. Оның бейнесінде Ильяның барлық қасиеттерді, батылдық, сенімді күш-қуат, даналық қана емес, сонымен қатар өзіндік қасиеттері қосады. Ол халық арасында сыпайылық деп аталатын ұғымға сай келетін білімді, ғылымды қасиеттермен бейнеленген. Добрыня тек батыл ғана емес, сонымен қатар көреген болады. Муромец әлі алысқа қарап тұрса да, Никитич қылышын қабынан суырып, қалқанмен жауып, аяғын үзеңгіге салып үлгерді. Ол шайқасқа толығымен дайын. Асыл тұқымды ақбоз ат бөтеннің иісін сездірмек болып, танауын желбіретіп тұр. Оң жақта ең жас жауынгер жолдастарымен салыстырғанда ол сақалсыз, сымбатты еді. Бірақ Алеша күрескер болғанымен қатар әнші арфа да тартады. Арфа ер тұрманға ілінген, соған қарағанда жас жігіт аспаппен ажырамайтындай. Кейіпкердің қоңырқай желденген жүзі, мәнерлі көздері және жұмсақ жүзді ерекшеліктері бар. Оның әдемілікті ұнататыны анық. Белінде әшекейлі белбеу мен мойнына әшекей бұйымдар таққан, саусақтарында сақиналары бар. Алешаның ақбоз аты шөп жеп, қожайыны сияқты алаңсыз көрінеді. Бірақ бұл кейіпкер шайқасқа соңғы кіреді деп ойламаңыз. Алешаның күші өткірлікте, ептілікте. Оған тек шабуыл дабылы керек. Өйткені ыстық жебе әлде қашан тиіп, қамшы дайындалып, аяғы үзеңгіде дайын тұр. Дайын жобаны егжей-тегжейлі жазу үшін суретші нағыз әскери жабдықтарды жалға алып, оларды мықты денелі адамдарға кигізген. Шынайы көрініс үшін оларды барлық киімдермен атқа отырғызды. Вознецовтың батырлар суретінің кейіпкерлерінің бет әлпеттері соңғы кезекте салынды. Көрермендер Кенептің кейіпкерлеріне төмене жоғары қарайтын қырынан көрінеді. Осының арқасында суреттегі үш кейіпкердің бейнесі үлкен болып көрінеді. Ал пейзажда жай ғана емес. Батырлардың артында олар қорғауға дайын жер бар. Осындай қорғаушылар тұрғанда ол өзін қауіпсіз сезіне алады. Жыртқыш құстар олжаны күтіп, келесі шайқас қарсаңында қатып қалған алқапты айналып ұшып жүр. Бұлттар қауырсын дала үстінде төмендеп тұр. Ауырлықты білдіріп, бірақ батырларға шегінуге болмайды. Тыныштықты тек қауырсын шөп пен Илья Муромецтің қара жылқысы бұзып тұрғандай. Вознецов батырлар туындысында жоғарыда айтылғандай өте ұзақ уақыт салды. Оның үстіне Павел Третьяков өзінің галереясына дайын жұмысты сатып алғанда, суретші тағы да өңдеулер жасау үшін қолында бояуларын алып жиі баратын. Осы күнге дейін бұл үлкен Кенеп Мәскеудегі Третьяков галереясының топтамасын безендіреді. Және немқұрайлы өтіп кететін көрермен жоқ еді. Осы жауһар туындыдан сезілетін ұлылық пен қаһармандық күшке таңырқап, еріксіз таң қалады. Бүгінгі тақырып бойынша бірнеше сіздерге сұрағым бар. Бірінші сұрақ: Вознецовтың туындысы қалай аталады? Екінші сұрақ: суретші салған кейіпкерлердің қайсысы бірінші болып жекпе-жекке шығады? Үшінші сұрақ: батырлардың қайсысы жауынгер ғана емес, әрі музыкант?